біздің сабағымыздың тақырыбы булану және конденсация. Сабақтың мақсаты заттың сұйық күйден газ күйіне өтуі, қайта сұйық күйге өту ерекшеліктерінің қандай заңдылықтарға бағынатындығын түсіне отырып, буланудың және конденсацияның жүру жағдайлары туралы студенттердің түсінігін кеңейту. Бұл заттың газ тәріздес күйі. Затты буға айналдыру үшін оны белгілі бір температураға, яғни қайнау температурасына жеткізу керек. Су 100 градуста қайнайды. Булану дегеніміз сұйықтың буға айналу құбылысы. Мысал келтіретін болсақ, шайнектегі су қайнағанда қақпақты кішкене көтереді, немесе асып төгіледі. Яғни сұйық зат қайнағанда өзінің артық энергиясын бу түрінде шығарады. Булану екі түрге бөлінеді: кебу және қайнау. Кебу тәуелді болады температураға, беттің ауданына, заттың тегіне. Қайнау бұл сұйықтың тек үстіңгі бетінен ғана емес, сонымен бірге оның ішінде де бу көпіршіктерінің пайда болуымен жүретін қарқынды булану процесі. Қайнауды жалғастыру үшін сұйықтыққа сырттан энергия беріп отыру керек. Қайнау әрбір сұйық үшін қайнау температурасы деп аталатын температурада жүреді. Булану және қайнауға байланысты шағын бейнеролик. Судың бетін ашық күйінде қалдырсақ, біраз уақыттан соң сарқылып жоғалып кетеді. Бұл судың сұйық күйден газ күйіне өтуі, немесе бұл оның буланғанын білдіреді. Булану механизмі үздіксіз хаостық соқтығысулардан тұрады. Осы уақытта сұйық бетіндегі кейбір молекулалар басқа молекулалардан бөлініп шығуға қажетті энергияға ие болады. Молекулалар будың бөлшектерін құрайды. Булану сұйықтықтың бетінде жүретін зат күйінің өзгеруі. 100 Цельсий градуста су қайнай бастайды. Қайнап жатқан су сұйықтықтың барлық бөлігінде будың көпіршіктерін түзеді. Қайнау сұйықтық көлемінде жүретін булану болып есептеледі. Бу салқын бетпен жанасқанда немесе әрекетке түскенде ол су тамшыларына айналады. Бұл процесс конденсация деп аталады. Судың микро көлемді тамшылары шыны бетінде бу түзеді. Конденсация будың сұйыққа айналу құбылысы. Мысалы, таңертеңгі шық, тұман, бұлар табиғаттағы конденсация. Біз үйде де конденсация процесін байқай аламыз. Мысалы, шайнектегі суды қайнатқанда қайнаған су молекулаларының біршама бөлігі жоғары көтеріліп, шайнектің қақпағына жақсады. Ал бұл қақпақты ашқанда бұл сұйықты қайтадан су тамшысы ретінде түседі. Күнделікті өмірімізбен байланыстырсақ, мысалы, ваннаға ыстық суды қосып, есікті жауып қойсақ, біраз уақыттан кейін ваннаға кірсек, біз нені байқаймыз? Бірінші, ваннада тұман пайда болады. Екінші, айнаның, есіктің, қабырғаның беттері буланады. Егер есікті ашық қалдырсақ, айнаның, есіктің, қабырғаның беттеріндегі су молекулалары суытта тамшы түрінде ағып түседі. Ол конденсация процесі. Немесе бәріміз жаздың күні таңертең жалаң аяқпен шөптің бетімен жүрсек, аяғымыз суланады. Себебі күндіз ауа температурасы жоғары болғандықтан, сол маңайдағы өзендер, көлдердің бетіндегі су молекулалары буланады да жоғары қарай көтеріледі. Ал түнде ауа температурасы төмендейді де, ауадағы су молекулалары суытты қайтадан сұйыққа айналып, шөптің, гүлдердің, жапырақтардың бетіне су тамшысы түрінде түседі. Сұйықтықты буға айландыруға қажетті жылу мөлшерін есептеу үшін қайнау температурасында алынған кез келген сұйықтықтың кез келген
Қажетті жылу мөлшерін есептеу үшін меншікті булану жылуын сұйықтықтың массасына көбейту керек. Жылу мөлшері тең меншікті булану жылуы көбейтілген сұйықтықтың массасы. Қайнау температурасындағы удың конденсациясы кезінде бөлетін жылу мөлшерінде осы формуламен есептейміз. Есептер шығару. Бүгінгі сабаққа байланысты есептер шығарайық. Берілген кесте бойынша бірінші массаны, екінші жылу мөлшерін, үшінші меншікті булану жылуын табамыз. Біріншісі берілгені Q тең 4,6 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль, L тең 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Бұл жерде массаны табамыз. Формуласы Q тең L көбейтілген N. Осы формуладан массаны төлендіреміз. Масса тең бөлшек алымында Q бөлімінде L. Шешуі орындарына мәндерін қоямыз. Массасы тең 4,6 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бөлінген 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Тең болады 2 килограммға. Екіншісі берілгені массасы тең 0,2 килограмм, L тең 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Бұл жерде Q'ды табамыз. Формуласы Q тең L көбейтілген N. Шешуі орындарына мәндерін қоямыз. Q тең 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Көбейтілген 0,2 килограмм. Тең болады 0,46 джоульға. Үшіншісі берілгені Q тең 4,15 көбейтілген 10-5 дәрежесі джоуль. Массасы тең 0,15 килограмм. Бұл жерде L-ді табамыз. Формуласы Q тең L көбейтілген N. Осы формуладан L-ді төлендіреміз. L тең бөлшек алымында Q бөлімінде масса. Шешуі орындарына мәндерін қоямыз. L тең 4,15 көбейтілген 10-5 дәрежесі джоуль бөлінген 0,15 килограмм тең 9 джоуль бөлінген килограмм. Үй жұмысы. Біріншісі температурасы 100 градус, массасы 250